Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода осындай доллар гүлінің пересадка жасайтын боламыз. Мен алдыңғы видеода доллар гүлін күтімі жайында айтқан болатынмын. Мінекей менде осы доллар гүліне мына жақтан кішкентай ғана деткасы шығып келе жатыр. Мен осында пересадка жасайтын болам. Яғни біреуін ғана пересадка жасаймын, ал екеуін мен қырқып тамырлататын боламын жапырағынан, яғни. Сіздерге түсінікті бола кетсе, осы горшогына отырғызам. Менде бұл жерде магазиннің топырағы универсальный, сондықтан оған мен қазір перлит араластыратын боламын. Перлит араластырып аламыз. Бізде өткенде алдыңғы видеода мен айта кеткен болатым доллар гүлінің күтімі жайында. Сол видеодан толығырақ көрсеңіздер болады. Мінекей топырағымыз дайын, енді біздің отырғызатын жапырақтарымыз дайындап аламыз. Менде осы екі деткасын кесіп тастаймын. Бұл жерде мен алдында осы екі деткасын кесіп, осы ұзын деткасын жаңағы гүлді шығарған болатым. Енді мен өзін ғана отырғызам, қасындағы деткасын береді, және де ары қаратай көбейетін болады бұл доллар гүлім. Сондықтан осындай горшокты таңдадым. Бұдан дәу горшок таңдасаңыздар, ол тек қана тамырын өсіреді, ал бойына бермейтін болады. Сол себепті өзінің тамырына лайықты горшок таңдауларыңыз керек. Гүлімізді отырғызып алдық. Енді мен осындай деткаларын бөліктерге бөлетін боламын. Мынаусын екі бөлікке бөліп, мынаны бір жапырақтан ғана көбейтетін боламын. Осылай бір жапырақтан кішкене ғана өзегін жібердім. Енді осындай бізге стаканчик қажет болады. Астын мен тесіп алдым. Енді осындай пленкаға, арнайы пленка болмаса да, басқа салафанға салсаңыздар да болады. Мінекей осылай топырағымыз салып алып, үстіне үстіп тығып, қатты кішкене ғана нығыстап қоямыз. Барлығын осылай салып шығатын боламыз. Мен бағана қиып алған бұрыштықтан жапырақтарымды осындай пакетиктің өзіне орната салғым келіп тұр. Өйткені маған ыңғайлырақ та, бұған тамырлатып алсаңыздар өте керемет болады. Беті жабық, тепличкада тұратын болады. Сондықтан да осылай біздің топырағымызды салып алып, кішкене ғана топырақ салсаңыздар да жеткілікті. Одан кейін барлық жапырақтарымызды ішіне орналастырып шығамыз. Үстіп бетін жауып қойғанға ыңғайлырақ болады да, сол кезде. Болмаса ары қаратай стаканчикке де отырғыза берсеңіздер болады. Осылай ішіне барлығын орналастырғаннан кейін пакетиктің бетін жауып қоятын боламыз. Ең алдымен бірақ суғарып алуымыз керек. Суды біз бұлардың түптері өте жұмсақ, топырақтары жұмсақ болғандықтан тек қана шашыратып себетін боламыз. Ал енді біздің стаканчикке отырғызғандарымызды осындай пакетикке 2 штуктан салуымызға болады. Мінекей 2 штуктан саламыз. Кейін бізді суғармаймыз, осы пакетиктің ішінде тұра беретін болады. Өйткені бұл терлейді, сол кезде өзінің суын өзі бойына сіңіріп отыратын болады. Сол себепті өте жақсы, қолайлы осы пакетикке салған болып есептеледі. Мінекей осылай өте оңай доллар гүлін пересадка жасауға да болады, болмаса жапырағынан да, сабағынан да көбейтуге болады. Осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын.